Ассалаумағалейкум, армысыздар көрермен. Эфирде елдегі және әлемдік ареналардан келіп жеткен ең соңғы ақпараттар мен басты жаңалықтарды назарларыңызға ұсынатын спорт әлемі бағдарламасы және мен Айбек Қабылша. Ендеше жаздың алғашқы аптасындағы алғашқы шығарылымды бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Биыл біздің гандболшылар үшін жауапты жыл болмақ. Қазақстанның қыздар және ерлер құрамасы үш бірдей айтулы жарысқа қатысады. Алдымен Азия чемпионаты, одан кейін Азия ойындар және күздің соңына қарай әлем чемпионатында бақ сынайды. Маңызды жарыстың алдында Евгений Шишкин баптайтын қыздар құрамасы Алматыда 5-ші оқу-жаттығу жиынын өткізді. Тақырыпты қол добы шеберлерінің дайындығын өз көзімен көріп қайтқан тілшіміз Жандос Айтбайұлы жалғастырсын. Елімізде соңғы жылдары қолдобы қарқынды дамыды. Оқушылар мен студенттер лигасына кең өріс ашылып, жастардың гандболға деген қызығушылығы арта түсті. Ел біріншілігінде бәсеке күшейіп, талантты жастар ұлттық құрамаға шақырту бола бастады. Ең бастысы, сол жастардың көздерінде от, сөздерінде жалын бар. Өте жоғары деңгейде алдағы жарыстарға дайындалып жатырық. Басты қарсыласымыз Корея, Қытай, сол елдер. Солармен бірдей деңгейде, олардан даже жоғары деңгейде өнер көрсетіп, соларды ұтсақ деген алдағы мақсат. Біз алдында ол елдермен ойнағанбыз. Олардың қалай ойнайтынын, қалай жүгіретінін бәрін біліп көріп, биылғы жылды сборды ерекше бастадық. Өйткені бәрі ойынды көріп, өзіміз жеке әрқайсына бір бізге андай жоспар береді. Мына ойынды көресіңдер, қандай ойын қай жаққа жүгіреді, аты, есімі бәрін бізге көрінер, біліңдер деп айтады. Соны көріп, біліп дайындаламыз. Әр ойыншыға ерекше дайындаламыз. Шансы есть всегда. Біздің құрлықтағы қарсыластарымыз да осал емес. Қазір Азияда гандболдың даму қарқыны жақсы. Дегенмен біздің елде де қолдобы жоғарғы қарқынмен жылдан жылға алға басып келеді. Азия чемпионатында Оңтүстік Корея мен Жапония, Үндістан мен Қытай және Өзбекстан құрамаларымен күш сынасатын боламыз. Жыл соңына дейін Парижде өтетін Олимпиада ойындарына жолдама алатын мүмкіндік болады. Тәжірибелі маман Евгений Шишкин баптайтын Қазақстан қыздар құрамасы Алматыда дайындалып жүр. Ұлттық құрамаға жүктелген тапсырма Париж Олимпиадасына жолдама алу және Азия ойындары мен Азия чемпионатында үштікке кіру. Осы биіктен көріну үшін федерация басшылары гандболшылардың барлық жағдайын жасадық деп отыр. Өзіміздің осы бар нақты мамандарымызбен жұмыс істеп жатырмыз. Ал методикалық жұмыстың арасында біз психологтарды, кинезиологтар, одан кейін тағы да осымен жарысқа көптеген жаңағы көмек беретіндей мамандарды қолданып, осы топпен жұмыс істеп жатырмыз. Дайындығымызға барлық жағдай жасалынып жатыр. Бірге қандай сұрақтар туылса, соның барлығын шешудің амалын жасап жатырмыз. Ұлттық құрама мүшелерінің басым бөлігі Қызылорданың Қайсарында ойнайды. Жанерке Сейтқасым мен Назым Сабыржанқызы, Ксения мен Мария Пученковалар ел чемпиондары. Бас бапкер қостанайлық Кристина Капралова мен шымкенттік Таңшолпан Жұмаділова және Арайлым Әбдіхамитке де сенім артып отыр. Участники, все кандидаты. Ұлттық құрамадағы ойыншылардың дені жастар. Оларға ақыл кеңесін айтатын Жанат Айтенова секілді тәжірибелі ойыншыларымыз бар. Бұл біздің 5-ші оқу-жаттығу жиынымыз. Дене күшін нығайту үшін аянбай тер төктік. Алда әлі 2 жиын қалды. Сол кезде техникалық, тактикалық жаттығуларға мән береміз. Жолдастық кездесу өткізуде жоспарда бар. Азия чемпионатында бірінші орын алған команда тікелей жолдама алады. Екінші орын алғандар келесі қадамдағы келесі этапта өтетін халықаралық турнирде мүмкіндік болады. Тағы да жолдама алу үшін сол жарыстарда 8 топ қатысып, соның ішінде бірінші, екінші орын алған командалар тағы да жолдама алу мүмкіндігі бар. Ал әлем чемпионатындағы жолдама жаңғыз бірінші орын алған команда барады Олимпиадаға. Сондықтан біздің жолдама алу мүмкіндіктеріміз өте қиын, соған дайындалып жатырмыз. Бұған дейін байрақты бәсекелерге тек қыздарымыз ғана қатысып келсе, енді Қазақстан ерлер құрамасы да Азия ойындары мен әлем чемпионатында бақ сынайды. Маусым айында Алматыда клубтар арасындағы Азия біріншілігінің жалауы желбірейді. Бапкерлер осы жарыста ұлттық құрама ойыншыларының шеберлігін байқап көрмек. Футболдан Еуропа лигасы мәресіне жетті. Будапештте өткен финалда бас жүлдені сарапқа салған Рома мен Севилья жанкүйерлерге естен кетпес эмоция сыйлады. 130 минутқа дейін созылған матчта жеңімпаз тек пенальтилер сериясында ғана анықталды. Осылайша Жозе Мауриньо бас бапкер ретінде Еурокубоктың финалында алғаш рет
жеңілістің керемет дәмін татса, Севилья өз тарихында 7-ші рет аталмыш кубокты төбесіне көтерді. Еурокубок чемпиондар лигасынан кейін тұрған Еуропа лигасының бас жүлдесін испаниялық Севилья мен Италияның Ромасы сарапқа салды. Кездесудің алғашқы минутынан бастап шабуылға ұмтылған Жозе Мауриньоның командасы сәт сайын буну қорғаған қақпаны нысана қалды. Осындай сәттердің бірінде Леонардо Спинаццола есеп ашады. Бұл жерде андалусиялық команданың қақпашысының да еңбегін атап өткен жөн. Дегенмен римдіктердің келесі шабуылында Яссин Буну да командасын құтқаруға дәрменсіз болды. Ұрымтал тұста допқа иелік еткен Пауло Дибала алыс бұрышты дәл көздеп командасын алға шығарды. Иван Ракитич таразы басын теңестіргендей болған. Алайда хорватиялық ойыншының соққысынан кейін доп қақпа бағанынан қайтты. Осылайша ойынның бірінші кезеңі Жозе бапкердің жеңісімен аяқталды. Ал үзілістен соң Севилья ерекше белсенді. Испаниялық команданың бұл қадамы көп ұзамай өз жемісін берді. 55-ші минутта оң қапталдан келген допқа тосқауыл боламын деген Джанлука Манчини өз қақпасына гол соғып алды. Таразы басы теңескеннен кейін Ромада жеңісті жұлып алатын бірнеше мүмкіндік болды. Алайда сәттілік жетіспеді. Әсіресе Беллоттидің мүлт кеткен сәті шешуші мәнге ие болды. Айып соққысы ойнатылғаннан соң ұрымтал тұсқа саралмады. Тең нәтиже кездесудің негізгі уақытында да экстра таймда да сақталды. Содан соң кезек пенальтилер сериясына келді. Бұл сында Марокко құрамасы мен Севилья қақпашысы Яссин Бунудың шеберлігіне Катарда өткен әлем біріншілігінде куә болғанбыз. Будапештте де сол Буну бар өнерін паш етті. Қарсылас қақпашысының бұл мықтылығын санасына сіңдіріп алса керек, Рома ойыншыларының сындарлы сәтте жүйкесі сыр берді. Римдіктердің сапында Брайан Кристалл Қазақстан біріншілігінде теңбіл-доп бәсекесінің бірінші айналымы аяқталуға жақын. Әзірге топ басында Астана тұр. Өзгелерден 2 ойынды артық өткізген елордалықтар өткен турда Атыраудан айласын асыра алмап еді. Бұл жолы өз алаңында Ақсумен шеберлік байқасты. Ал қос турда Тобыл мен Қайратты тұтып, өз жанкүйерлерінің қуантқан қызылордалық Қайсар болса, Ақтөбеден ұтылды да сыр жұртшылығының қуанышын су сепкендей басты. Ал Андрей Карпович шәкірттері керісінше бірінен соң бірі тіркелген сәтсіздіктер сериясын үзіп, алғашқы төрттіктегі орнын сақтап қалды. Қызылорда, футбол. Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадион. Қайсар Ақтөбе матчы. Қатарынан 2 ойында жеңіске жетіп, Тобылды тезге салып, сырт алаңда Қайратты қапы қалдырып, қайраттанып келген Қайсар ойыншыларын қолдауға 7000-ға жуық жанкүйер жиналды. Мұндай ықыласты сезінген қызылордалық футболшылардың ілгері ұмтылмасқа амалы да қалмады. Қарсылас қорғанысын бұзып өтудің, қақпаны нысанаға алудың барлық мүмкіндіктерін қарастырып көргенмен, алаң иелерінің ол әрекеттерінен ештеңе шықпады. Үзілістен кейінде бұл көрініс өзгермеді. Дегенмен қарқынын арттырған қонақтардың көп ұзамай қанжығасы майланды. Стандартты жағдайларға ғана иек артқан қызылордалықтар стандарттан өз қақпасына гол өткізіп алды. Бұрыштамадан көтерілген допқа бәрінен бұрын жеткен Әлібек Қасым мергендігімен көзге түсіп, Ақтөбені алға шығарды. Осылайша бір ғана доп кездесу тағдырын шешіп кетті. Ойынның қалған бөлігінде жергілікті жанкүйерлер өз сүйікті командасынан мардымды шабуылды да, соққан голын да көре алмады. Қорытынды есеп 0-1, түс қасқырлары өз алаңында тізе бүкті. Қызылордаға тек жеңіс үшін келдік. Жанкүйерлерімізге Ақтөбе қаласының туған күніне орай сый жасағымыз келген еді. Бірақ Қайсар оңай шағылатын жаңғақ емес, 3 ұпай еншілеу өте қиын болды. Қалай дегенмен ойлаған нәтижеге қол жеткіздік. Қызылордалық жанкүйерлер бізден мүлдем басқа нәтиже күткен еді, алайда бірнеше ойыншымыз өзіне жүктелген міндетті тиісті деңгейде атқара алмады. Матчтың екінші бөлігінде қарқын қосқанмен мүмкіндіктерді мүлт жіберіп алдық деді Қайсардың бас бапкері Виктор Кумыков. Чтобы рассчитывать хотя бы на ничейный результат, надо Ең болмаса тең нәтижеге қол жеткізу үшін кемі бір гол соғу керек. Қарсылас команда мүмкіндікті мүлт жіберген жоқ. Ал біздің жігіттер қақпадан саңлау таба алмады. Әсіресе ойынның бірінші кезеңінде бірнеше ойыншымыз сылбыр болды.
Қайсар жанкүйерлері 17 жылдан кейінгі жарқын жеңістің жалғасын осы жолда күткен рас. Бірақ Ақтөбеден айласын асыра алмады. Осылайша 11-ші турдан кейін Ақтөбе турнир кестесінде 4-ші орынға жайғасса, Қайсар 8-ші сатыда тұр. Келесі турда Ақтөбе Қарағандының Шахтерін қабылдайды, ал Қайсар Қызылордада Мақтааралмен шеберлік байқасады. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина WTA рейтингінде тағы бір саты жоғарылады. Жерлесіміз енді әлемнің 3-ші ракеткасы деген атқа ие. Ал футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Магомед Адиев болса, Сан-Марино мен Солтүстік Ирландияға қарсы кездесуде ел намысын қорғайтын ойыншылардың тізімін жариялады. Отандық спортқа қатысты осы және өзге де жаңалықтарға кезек берсек. Рыбакина 3-ші айналымға шықты. Франция астанасы Париж қаласында теннистен жылдың басты бәсекелерінің бірі Ролан Гаррос турнирі өтіп жатыр. Жарыстың кезекті күні Қазақстанның бірінші, ал әлемнің 3-ші ракеткасы Елена Рыбакина чехиялық Линда Насковамен кездесті. Кейінгісі 18 жаста және әлемдік рейтингтің 50-ші сатысында тұр. Сәйкесінше Елена айқын басымдықпен ұтты. Қорытынды есеп 6-3, 6-3. Матчтың өзі 1 сағат 28 минутқа созылды. Енді Рыбакина 3-ші айналымда испаниялық Сара Сурибес Тормомен жолығады. Айта кетейік, жерлестеріміз арасынан Юлия Путинцева да жарысты жалғастырып жатыр. Ол қытайлық Чен Цинвенді жеңіп 3-ші айналымға шыққан еді. Ал жігіттердің жолы болар емес. Қазақстандық Александр Бублик пен Тимофей Скатов алғашқы айналымда есе жіберіп жарыстан шығып қалды. Париж қаласындағы турнир 12-ші маусымға дейін жалғасады. Ал оның жалпы жүлде қоры 46 миллион 600 мың еуроны құрайды. Ұлттық құрама жасақталды. Бірер аптадан кейін футболдан 2024 жылғы Еуропа чемпионатына іріктеу кезеңі жалғасады. Осының аясында Қазақстан құрамасының бас бапкері Магомед Адиев ел намысын қорғайтын жігіттердің тізімін бекітті. Айта кету керек, ол оны тікелей эфирде жариялады. Бұндай жағдай отандық футболда алғаш орын алып тұр. Ал Еуропа елдерінде бұрыннан қолданылады. Сонымен ұлттық құрамаға бас аяғы 27 футболшы кірді. Оның ішінде Игорь Шатский, Ян Вараговский, Нұралы Әліп, Асқат Тағыберген, Бақтияр Зайнудинов және Абат Айымбетов сияқты тәжірибелі ойыншылар бар. Бұған қоса бас бапкер құрамаға жастарды да көбірек тартқан. Олар 16 маусым күні сырт алаңда Сан-Марино құрамасымен жолығады. Матч Италияның Парма қаласында болады. Араға 3 күн салып, Қазақстан және Солтүстік Ирландия арасындағы матч ұйымдастырылады. Кезекті жекпе-жекке бірер күн қалды. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Иван Дычко ұзақ үзілістен кейін қайтадан шаршаланға оралады. Аса ауыр салмақтағы жерлесіміз бұл жолы Аргентина астанасы Буэнос-Айрес қаласында жұдырықтаспақ. Ал оның қарсыласы жергілікті Ариел Эстебан Бракамонте. Кейінгісі 30 жаста және бүгінге дейін 21 жекпе-жек өткізіп, 11-інде жеңіске жеткен. Ал Дычко 32 жаста, көрсеткіші 12 жекпе-жек, 12 жеңіс. Тіпті оның 11-і уақытынан бұрын аяқталды. Жекпе-жек кеші 9 маусымда өтеді және 10 раундқа есептелген. Айта кетейік, Дычко 1 жылға жуық үзілістен кейін оралып тұр. Ол соңғы рет былтыр маусымда рингке шыққан еді. Жерлесіміз дәл қазір ақш-тың Питтсбург қаласында кездесу алдындағы соңғы дайындықты пысықтап жатыр. Қазақстан 15 Абай кубогы. Дәл осындай атаумен елордада футболдан балалар арасындағы қалалық турнир өтті. Оған 10 және 11 жастағы өрендерден құралған 6 команда қатысты. Жарыс айналмалы жүйеде болды. Және нәтижесінде намыс құрамасы топ жарды. Жеңімпаз командадан бөлек жекелей ойыншылардың да шеберлігі ескеріліп, ең үздік қақпашы, ең үздік қорғаушы, ең үздік шабуылшы және ең үздік ойыншы аталымдары бойынша сыйлықтар табысталды. Бұл жолғы турнирдің ерекшелігі арнайы челленджден бастау алды. Яғни бір уақытта дәл осылай Астанадағы барлық мектепте футболдан ішкі жарыстар өтті. Ал Абай атындағы мектеп қалалық турнирді қабылдады. Осындай форматтағы жарыстарды алдағы жылдары тұрақты ұйымдастыру жоспарланып отыр. Аймақ үздіктері анықталды. Астанада асық атудан ашық форматтағы чемпионат өтті. Ол баста қалалық деңгейде ұйымдастырылмақ болған жарысқа бертін келе Павлодар, Ақмола және Жамбыл облысының қатысушылары қосылып, бәсекелестік күшейді. Бас аяғы 88 спортшы 2 күн бойы сынға түсті. Яғни ерлер асық ату бойынша, ал әйелдер бес асық бойынша айналмалы жүйеде ойнап шықты. Нәтижесінде жергілікті Әділхан Жұмағұлов, Мұрзамұрат Қайыпбеков, Оралбек Ақтілеуов және Жасұлан Әділбаев төрттігі жеңіске жетті. Ал әйелдер арасында Анаргүл Ходжаниязова, Перизат Елемес, Айжан Серікова, Балмира Бекболсыновадан құралған команда топ жарды.
Аталған спортшылар енді алдағы республикалық және халықаралық жарыстарға қатысады. Айта кетейік, Астана чемпионаты осымен 8-ші жыл қатарынан өткізіліп тұр. Астана үздіктері анықталды. Еліміздің түкпір-түкпірінде қазақ күресінен Қазақстан барысы турниріне іріктеу жүріп жатыр. Әсіресе елордада өткен бәсеке тартысқа толы болды. Өйткені бұнда тек түйе палуандар ғана емес, жеңіл, орта және ауыр салмақтағы белдесулерде болды. Бас аяғы 150-ге жуық қатысушы 8 салмақта бақтарын сынады. Ал республикалық Қазақстан барысы турниріне жолдаманы 20 жігіт сарапқа салды. Нәтижесінде Расулан Халқабаев барлық қарсыласын айқын басымдықпен ұтып, бас жүлдені жеңіп алды. Екінші орын Ерасыл Жорабекке бұйырды. Қос палуан да республикалық турнирде өнер көрсетеді. Ал үздік үштікті Нұрдәулет Айсағалиев түйіндеді. Дәл осылай басқа аймақтарда да іріктеу кезеңі ұйымдастырылып жатыр. Түйе палуандар арасындағы жылдың басты бәсекесі шілде айында Астанада өтеді. Отандық дзюдода олқылық көп. Бәрімізге белгілі. Жуырда ғана Катар астанасы Дохада әлем чемпионаты өтіп, жерлестеріміз жүлдесіз қайтқан болатын. Мұндай жағдай 2014 жылдан бері алғаш рет тіркеліп тұр. Азия және Олимпиада ойындары болса жақындап қалды. Аз уақытта дзюдо спортындағы жүйені түзеп үлгереміз бе? Балуандарымызға не жетіспейді? Қандай кедергілері бар? Әріптесім Аслан Қаженов Қазақстан дзюдо федерациясының бас хатшысы Асқат Жеткеевті сөзге тартып, эксклюзивті сұхбат алған еді. Ендеше көпшіліктің көкейінде жүрген көптеген сұрақтардың жауабын бірге тыңдайық. Дзюдошылар жүлдесіз оралмайтын, бірақ соңғы әлем чемпионатындағы көрсеткіш көпшілік көңілін күптетті. Негізгі деген үміттеріміздің өзі іріктеу сындарынан аса алмады. Бұл қазір болып жатқан нәрсе, мен ойымша кішкене может даже жақсы шығар деп ойлаймын. Қазір медаль нелер болғанда кішкене бір заттарға мән бермей нетпей. Қазір енді Олимпиадаға 1 жыл қалды. Келесі әлем чемпионаты бар. Бұрыннан күресіп жатқан жігіттеріміз бар, қыздарымыз бар. Енді сол гранд-слэмді басқадағы да сол мүмкіндікпен жас спортшыларымызды, жас ұлдарымызды, қыздарымызды сол жақтан қарап алып, ары қарай уже Азия ойындарына жақсы дайындыққа. Парижге айтып отырсыз ғой, жаңа 1 жыл қалды деп. Енді бізде осы боксқа, дзюдоға басымдық береді. Медаль күтеді. Жаңа осы нәтижені көргеннен кейін бір алаңдаушылық туындайтын сияқты. Сіздің ойыңыз қалай былай? Біздің ойымыз осы жақтан жақсы анализ жасасақ, қай жерде қателік кеткенін дұрыстасақ, балалар, қыздарымыз бар, бұйырса Олимпиадада медаль алатын. Бар дейсіз ғой? Бар. Отандық дзюдоға жауаптылар негізгі екпінді енді жастарға қойып отыр. Қарапайым тілмен айтқанда толқын ауысып жатқан сәт. Сондықтан нәтиженің осылай құбылуы да заңдылық дейді. Бірақ бұрыннан келе жатқан тәжірибелі қыз жігіттерді сызып тастауға болмайды. Олардың да мүмкіндігін барынша пайдалану қажеттігін алға тартады. Енді Елдос оралды, ұзақ үзілістен кейін осы жолы бәрі сұрақ болды, қалай екен, бабы қандай екен. Олимпиадаға баратын шығар енді. Оған әлі рейтингілік ұпай жинап үлгере ме? Жалпы қалай шама шарқы қазір? Елдоста да ұпай бар, басқа балаларда да ұпай бар. Енді келешекте кім қалай жақсы күреседі, кім ұпай жақсы жинайды, солар кім дайын болады, сол таңдау 60 килограммдан, например, 3 лицензия болып тұрса, соның арасынан бапкерлермен, федерациямен бәрі ақылдасып, сол спортшыны таңдаймыз. Жақсы. Енді Елдос әр жарыста, әр әлем чемпионаттарында медальдар. Соған ғана сені берем қалғанбыз ғой. Соған ғана сені берем қалғанбыз, бірақ Елдос осы таңда кішкене жарақаты болды, несі болды. Оған қазір Елдос ұтқан жоқ, неткен жоқ деп ол. Елдос та өзі мықты спортшы, өзде анализ жасап жүр, қайдан неден болған, травма болды, содан кейін көп уақыт жарыстарға шыққан жоқ. Осы жарты жылда бірінші жарысы. Қазір спорттық медицина мен спорттық ғылымның заманы, яғни арнайы кешенді топтың жұмысы ғана татами төріндегі жетістікке әкеле алады. Сондықтан барлық жауапкершілікті спортшыға не бапкерге үйіп тастау қате дейді Асқат Жеткеев. Сосын көп пікір жазады, бас бапкерді ауыстыру керек, бапкерді ауыстыру керек деген сияқты. Бапкер ауыстырылғаннан шешіле ме біздегі мәселелер отандық дзюдодағы? Бапкер ауыстырылғанмен ол нәрселер шешілмейді. Француздар келді, мына бапкерлер қанша жыл? 1 жыл болмай, 1 жыл. Енді олардың жұмысын, нақты олардың жұмысын Олимпиадада көреміз. Олимпиададан сол кісілер жазып нетіп атқан кішкене шыдасын, нетсін, көрейік. Ақтаймыз бұйырса. Жоқ, егер енді былай тереңірек қарасақ,
не дұрыс емес біздің отандық дзюдода. Былай қарасаңыз енді кеше Өзбекстанның жігіттері 3 күнде 3 медаль алды. Ана Жапониямен, Еуропамен салыстырмағанның өзінде жақын мемлекет қой, менталитетіміз де, мүмкіндігіміз де неге бұндай болып жатыр біздің спортта деген сияқты сұрақтар туындайды. Қай жерден кетіп жатыр олқылық? Қаржыға кеп тіреліп жатыр ма? Жүйеде ма? Бізде ол ақындап қазір енді физиотерапевт бар да. Шетелден физиотерапевт алып жатырмыз. Қазір жақсы доктор керек командаға. Доктордан басқа диетолог керек. Фармацевт, диетолог, фармаколог, дұрыс витамин, психолог керек. Оның бәрін қазір әлем чемпионатынан кейін қайтқаннан кейін іздестіреміз бәрін. Олсыз бәрі бір жерге қосылмайтын болса, үлкен результатқа жету өте қиын. Енді Өзбекстан алсақ, 3 доктор жүрген. 4 массажист жүр осы балдармен, қыздармен. Бізде массажист бар, физиотерапевт бар. Енді қазір жақсы доктор тауып, жақсы диетолог пен фармаколог. Бізде доктор жоқ па әлде? Біз доктор тартатын мүмкіндігіміз жоқ па елде? Ол сұрақты біз уже ойластырып, нетіп іздестіріп жатырмыз. Жаңадан өздеріңіз білесіздер, президент келіп жатыр бізге. Ол да бәр жағынан көмектесем, нетем тек қана табыңдар деп отыр. Қазір іздестіріп жатырмыз. Бұйырса табылғаннан кейін спортивный доктор деген ол өте қазір Қазақстанда қиын сұрақ болып тұр. 2-3 спортта бар болса, там бокста или басқа жерде жақсы докторлар, олар сол жақта істеп жатыр. Басқа видтарда кішкене докторлар болмай тұр. Париж Олимпиадасына 1 жылдан аса уақыт қалды. Сырттай қарағанда үлкен аралық көрінгенмен, кәсіпқой спорт үшін қас қағым сәт. Сондықтан жоғарыда аталған жұмыстарды шұғыл қолға алу керек. Оны салаға жауаптылар жақсы түсінеді. Бәрін үлгереміз. Олимпиадада медаль болады деп сендірді. Әне міне дегенше жаздың алғашқы айы басталып кетті. Бұл бірінші кезекте қазақ футбол үшін маңызды кезең болмақ. Ұлттық құрамамыз Еуропа біріншілігінің іріктеу кезең аясында Сан-Марино мен Солтүстік Ирландияға қонаққа барса, Астана мен Ақтөбе, Ордабасы мен Тобыл секілді футбол клубтары Еурокубок аясындағы жорықтарын бастайды. Сондай-ақ Олимпиада ойындарының жолдамасы сарапқа салынатын, лицензиялық ұпайлар ойнатылатын байрақты бәсекелер бар. Әлбетте, спорт әлемі бағдарламасында біз сіздерді аталған шаралардың барлығынан хабардар етіп отырамыз. Ендеше әр апта сайын хабар арнасында бізбен бірге болыңыздар. Ал біздің бүгінгі шығарылым осымен тәмам. Жеңісті күндерде жүздескенше бай қуатты болайық.